Бәріне сәлем. Біздің әлем жұмбаққа толы. Оны кейде ғалымда да шеше алмайды. Және біз түсіндіре алатын нәрселер кейде нағыз керемет болып көрінеді. Енді мен сізге ең таңғажайып сәттерді көрсетемін. Бірақ алдымен арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге біз бәрі бар арнасы. Бұл бейне солтүстік Дакотада түсірілді. Бірақ мен сіздерге түсіндіре алмаймын. Су неге тұтануда? Ал сіз білесіз бе? Бұл тамшылар ауада қалқып тұрғандай көрінеді. Бірақ мұны оңай түсіндіруге болады. Оптикалық иллюзия стробоскоптың көмегімен жасалады. Жарықтың жыпылықтауы құлаған тамшыларды өз уақытында жарықтандырғанда, олар ауада жүзіп жүргендей әсер қалдырады. Мұз астындағы бұл көпіршіктер метанның әсерінен пайда болады. Егер сіз осы көлдің бетіне жанып тұрған оттай келсеңіз, одан да таң қаласыз. Егер сіз биолюминесценцияның не екенін білсеңіз, керемет көрінетіне келісетін шығарсыз. Дегенмен Калифорния жағажайында бұл толқындар қарапайым көрінеді. Биолюминесценция. Бразилиядан келген бір адам өте керемет кадрды түсірді. Бұлт сияқты нәрсе жарқырап аспанда қозғалады. Бұл не болуы мүмкін деп ойлайсыз? Сіз кейде далада пайда болған жұмбақ шеңберлер туралы естіген шығарсыз. Олардың құпиясын ешкім шешпеді, бірақ олар қайта пайда болуда. Бұл балық шынайы балыққа ұқсайды, бірақ ол робот. Оның пайдасы қандай деп ойлайсыз? Бұл кадрлар Берлин фестивалінде түсірілді. Өйткені фестивальдің атауы жанып тұрған адам ретінде аударылған. Велосипедшінің отқа орануы қисынды. Жаңбыр мен жануар. Бұл фантастика емес, сирек кездесетін метеорологиялық құбылыс. Көбінесе балық немесе бақалар жерге түседі, бірақ кейде тіпті жыландар да. Бір жылан құлаған кезде, мүмкін қандай да бір жыртқыш құс олжасын шығарып алды деуіңіз мүмкін. Бірақ олар көп болсашы, ғалымдар ұзақ уақыт түсіндіре алмады. Ең керемет гипотезалар пайда болды. Басында балық пен бауырмен жорғалаушылар өзі күн көркіреп, содан кейін су тамшылармен бірге жерге құлайды деген қорытындыға келді. Кейінірек торнадоға тоқталды. Егер сіздің үстіңізден осындай жауын жауса, ғалымдардың барлық түсіндіруіне қарамастан таң қалатын едіңіз. Видеоның соңына да келіп қалдық. Егер видео ұнаса, арнаға жазылып, бейнені достарыңызға таратып кетіңіздер. Сіздермен бірге біз бәрі бар арнасы.